Так, запись қосылды. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Достар, сразу айтып қойайын, бұл видео дейтін менің жаңа арнамда көріп тұрғаныңыздай. Бұл жаңа арна дейтін бұл қазір сол туралы айтатын болам. Кішкене достар, құттай күте тұрыңыздар. Ол туралы айтпастан бұрын сіздерге айтарым. Бұл видео достар ешқандай сценарийсіз түсіріп жатырмын. Яғни мен бұл видеоға ешқандай дайындалған жоқпын. Бұл видеоны мен кеше ойластырған жоқпын. Бұл тек қатысы жоқ жерден шыққан идея. Просто так отырдым да, неге жаңа арна ашып тастамасқа деп тұрдым да, ашып тастадым. Не үшін керек бұл арна? Енді сол туралы айтып кетейік. Біріншіден достар, сіздер білетін шығарсыздар, менің өзімнің основной арнамда, яғни өзімнің басты арнам бар ғой менің, Нұрлан Қаламов дейтін. Оларда да достар білесіздер ғой, соңғы кезде видеолар өте сирек шығып жүр. Өйткені құпия жер, киберәлем және тағы да басқа видеолар түсіру өте қиын. Оларға сценарий жазу керек, оларды дайындау керек. Бірінші сосын оларға мәліметтер іздеу керек. Біреулер үшін оңай видео шығар, мен де ондай қиын видеоды айта алмаймын. Оларды негізі шынымен де 3-4 күнде де түсіріп тастауға болады, егер де дұрыстап жұмыстанатын болсан. Бірақ достар, менде тағы да бір арна шықты ғой, егер сіздер білмесеңіздер, Қалам дейтін. Оларында да мен анимация жасаймын, анимацияға да тоже достар көп уақыт керек. Оны да жасау үшін 3-4 күн керек. 3-4 күн бір анимацияға тек қана 4-5 күндей кететін шығар. В общем, достар, енді менде екі арна бар. Біреу анимационный, Қалам, ішінде анимация шығып тұрады, неше түрлі мультиктер. Ол баяғыдан бері менің идеям болды. Баяғыдан бері мен сондай арна ашқым келді, анимационный. Енді міне ашылды. Мульттер сол арнада шығып жатыр. Көбісіне ұнап қалды, көбісі тіркеліп, лайктарын басып жатыр. Мен өте қуаныштымын. Әрине мен анимацияны жалғастыра беремін. Сонымен қатар Нұрлан Қаламов арнасында жалғастыра беремін. Құпия жер, киберәлем дейтін маған өте ұнап қалды. Өзіме де көрермендерге де ұнады. Енді ондай керім просмотр жинап жатыр деп айта алмаймын. Бірақ сонда да достар ұнап жатқан адамдар бар. Соңғы бөлімі Солтүстік Корея туралы видео 24 мың ба 25 мың просмотр жинап алыпты. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын менде. Сол үшін құпия жерде, киберәлемде жалғасын табады. В общем, екі арнамызда жақсы дамып келе жатыр деген ойдамын. Енді неге мына үшінші арна шықты деп сұрап жатқан шығарсыздар, неге мына арна қатысы жоқ шықты деп. Достар, бұл арна дейтін шығуының себебі міне осындай видеолар түсіру үшін. Менде болады достар, мен дейтін кейбірінде бір заттар айтқым келеді сіздерге, бірақ оны қайда айтатынымды білмеймін. Мысалы, сіздер айтуларыңыз мүмкін, неге Нұрлан сторис жасамайсың, неге сообществоға салмайсың, егер де мәліметтер айтқым келсе. Достар, біріншіден стористарды ешкім қарамайды. Мен инстаграмда тек қана 5000 тіркелуші. ВКонтакте вообще қарамайды мен ешкім ВКонтактемде. Сол үшін достар, мен тек осы арна ашу арқылы сіздерге осындай бір мәліметтер айта аламын. Бұл арнада мен енді сіздерге бір шоу түрдегі бір мәліметтер айтатын болам. Мысалы сіздерден бірдеңе сұрағым келген кезде, сіздерге бірдеңе түсіндіргім келген кезде, немесе жай просто өзімнің кетіп жатқан бір видеомды түсіргім келген. Мысалы, менде көптеген идеялар болады басымда. Мен достарыммен көп шығамын да көшеге. Мысалы, мен олармен қызықты оқиғалар көп болады ғой. Мен мысалы соны камераға түсіріп аламын, базар жоқ. Мен өзім соларды түсіріп аламын, қызық моменттерді. Бірақ оны қайда салатынын білмеймін оны. Кімге керек ол видеолар, мен не үшін түсіріп жатырмын? Өзіме керек әрине да, ол біріншіден. Бірақ сонда да біреумен бөліскім келіп тұрады сол видеомен. Енді сондай видеоларды міне осы арнаға салып тұрамын. Яғни өзімнің өмірімдегі қызықты оқиғаларды, мысалы жақсы күндерді мысалы видеоға түсіріп, сосын сіздерге осы арнаға салып тұрамын. Білмеймін, сондай ойларым бар, енді білмеймін, алдағы уақытта бұл арна дамый ма, дамымай ма. Сразу айтып қойын достар, бұл арна барлығына арналмаған, бұл арна тек қана мені қарайтын адамдарға арналған, яғни менің айтады ғой, истинный фанат, яғни шын фанаттарыма арналған арна. Бұл арнада мен достар ешқандай сценарий жазбаймын, ешқандай монтаж болмайды, андай керім монтаж күтпеңіздер бұл арнадан. Даже бұл арнаға тіркеліңіздер деп ешкімнен сұрама қойын. Әркім өзі біледі бұл арнаға тіркеле ме, тіркелмей ме. Егер де сіздерге қызықты болса, осындай форматтар, осындай жай просто біз сөйлесіп отырамыз видеоларда, қызықты тема болса, бірге әңгіме айтамыз. В общем, сіздермен бұл танысу арнасы деп айтуға да болады. Сіздерге сұрақтарыңызды қойыңыздар, сіздерді қандай сұрақтар мазалайды. В общем, бұл арна дейтін осындай формат болады. Енді сіздер түсінген шығарсыздар, не үшін бұл арна ашылғанын. Бұл арна яғни
кейбір мен айта алмай жатқан сөздерімді айту үшін, кейбір видеоларды салу үшін. Мысалы Нұрлан Қаламовта барлық видеолар сала бере алмайсың. Мысалы көпшілігім айтады, Нұрлан неге челлендждер түсірмейсің, Нұрлан неге ойындар түсірмейсің, баяғыша сияқты дейді. Бірақ мен айттым ғой достар, біздің основной арнамыз контент өзгерді. Қазір ол арнада тек қана серьезный видеолар шығады. Кішкене болсын бір монтажы бар, жинақы видеолар шығады ішінде. Кәдімгі көп уақыт алатын видеолар шығады, сапалы видеолар шығады деп айтсам болады. Міне осындай видеоларды, мысалы міне просто осылай сөйлеп отыратын видеоларды мен ұнатамын түсірген, бірақ оны қай жаққа салатынын білмеймін. Сол үшін міне осындай арна аштым, осындай видеоларды салу үшін. В общем, лайфстайл видеолардың бәрін осы арнаға саламын. В общем, сіздер түсінген шығарсыздар деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Ал енді осы арнада білмеймін, енді кездесеміз бе, кездеспейміз бе. Егер де тағы да бір қызықты айтқым келетін бір оқиғалар болып жатса, немесе сіздерге бірдеңе көрсеткім келсе, бір қызықты оқиғаны, мысалы біз көшеде кетіп жатқан бір қызықты видеолар көрсеткім келсе, сол кезде осында видео шығарып тұрамын. Ал давайте, сау болыңыздар.